Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін орталық жүйке жүйесінің бөлімдерімен танысып жатырмыз. Өткен сабақта біз мимен танысқанбыз. Мидың құрылысы және қызметтерін сендерге айтқан болатынмын. Бүгін өтетін тақырыбымыз жұлын. Жұлынның құрылысы және қызметі. Жұлын. Енді жұлын ол қандай нәрсе? Мен өткен сабақта айтқам. Бізде нейрула сатысында, эмбриогенездің нейрула сатысында жүйке түтігінің жоғарғы жағынан ми, төменгі жағынан жұлын пайда болады деген. Жұлын орталық жүйке жүйесіне жататын бөлім. Бұны біз жұлын деп атаймыз. Жұлын қайда орналасқан? Жұлын омыртқа жотасының өзегінде немесе каналында орналасқан. Түсінікті ғой, жұлын сонымен қай жерде екен? Омыртқа жотасының өзегінде немесе каналында орналасқан. Жұлын мен мидың айырмашылығы бар. Мен өткен сабақта айтқам, ми, сұр және ағзаттан тұрады деген. Ал бұл жұлында ағзаттан және сұрзаттан тұрады. Бірақ айырмашылығы, мидың сыртында сұрзат болса, естеріңде болса, сұрзат ми қыртысын түзеді дегенмін, ал бұның мидың ішкі жағында ағзат болатын. Ал бұл жерде жұлында мидан айырмашылығы, ағзаты сыртында, сұрзаты ішінде болады. Міне, мына жерде ағзат мынау сыртында тұр, ал сұрзат ішінде тұр. Сұрзат латынның N әрпіне ұқсайды, немесе көбелекке ұқсайды. Қараңдаршы, көбелекке немесе N әрпіне ұқсап тұр. Бұл сұрзат. Ағзат қайда болады? Сыртында болады. Міне, мидан айырмашылығы осындай. Енді жұлынның өзіне келейік. Ол қандай орталық жүйке жүйесінің бөлімі? Бұның ұзындығы, жұлынның ұзындығы 40-45 сантиметр. Сонда ұзындығы қанша болды? 40-45 сантиметр болатын болды. Ал диаметрі бұл 1,5 сантиметр. Ал енді оны сыртынан қарайтын болсақ, омыртқа жотасының өзегінде тұрған жұлынды қарайтын болсақ, жуан, ақ түсті, жіп тәрізді болады бұлар. Енді жұлын бұлар 3 түрлі қабықшамен қапталған. 3 түрлі қабықша болады. 3 түрлі қабықшасы бар. Бірінші жұмсақ қабықша. Екінші торлы қабықша. Үшінші қатты қабықша. Сонда жұлын сыртынан 3 түрлі қабықшамен қапталады. Енді жұлынның алдыңғы және артқы жағында балар ұзына бойы жүлгелер оларды бөліктерге бөліп тұрады. Жүлгелер оларды не істейді? Бөліктерге бөліп тұрады. Бұл жұлынның алдыңғы және артқы жағынан байланысты. Жұлынның өзіндік бір ерекшелігі бар балар. Өзіндік ерекшелігі дегеніміз жұлын сегменттерден тұрады. Неден тұрады екен? Сегменттер. Сегменттердің саны 31 сегмент болады. Енді әрбір сегменттен, бұл өте қажет балар бізге, әрбір сегменттен бір жұп. Әрбір сегменттен не шығады екен? Бір жұп қозғалтқыш. Немесе алдыңғы деп атаймыз, алдыңғы бөлім. Немесе алдыңғы түбірден. және
бір жұп сезімтал. Немесе артқы дейік. Артқы түбірлер шығады балар. Сонда жұлынның әрбір сегментінен, жұлынның сегменті қанша? 31. Сонда жұлынның әрбір сегментінен бір жұп қозғалтқыш және бір жұп сезімтал түбірлер шығады. Осыны ұмытпайық. Енді сонда егерде 31 жұп болатын болса, балар, 31 жұп болатын болса, мен 31-ден шығарып тұрмын, көріп тұрсыңдар ғой. Сонда мойын бөлімінің сегменттері, біз оны қысқартып жазайық, балар. Мойын бөлімінің сегменттері 8 жұп. Екінші, кеудеден 12 жұп. Кеудеден 12 жұп. Белден 5 жұп. Одан соң белден 5 жұп дедік қой. 8 көзден 5 жұп. Одан соң 8 көзден 5 жұп, құйымшақтан 1 жұп. Сонда барлығы қанша болды, балар? 31, 8, 12, 5, 1, барлығы 31 жұп жүйкелер шығады. Міне, 31 сегмент болады. Осы 31 сегменттен 31 жұп жүйкелер шығады. Осыны ұмытпайық. Міне, алдарыңа қандай бөлімдерден, қанша жұп сегменттерден шығатын алдарыңа мен жазып қойдым. Енді жұлында тағы не бар? Енді сонда артқы және алдыңғы түбірлер қосылған кезде 31 жұп аралас жұлын жүйкелері шығады. Түсіндік қой? Сонда алдыңғы артқы түбірлер қосылған кезде 31 жұп аралас жүйкелер шығады. Ұмытпаймыз, балар? Енді бұлар аралас жүйкелер біздің ішкі құрылысымызға, ішкі бөлімдерге әрқайсысы бағытталады. Сондықтан кейбір кезде жұлынның қисаюы, сколиоз болған кезде сендерге дәрігерлердің айтатыны, ішкі мүшелерінде жұлын жүйкелер қысылып қалған дейтіні, жұлын сколиоз болған кезде, яғни жұлын қисайған кезде, омыртқа қисайған кезде, омыртқаның қисаюын сколиоз дейміз. Сонда омыртқа қисайған кезде осы жүйкелер қысылып қалады. Түсінікті ғой? Сондықтан ең қауіпті осы жүйкелердің қысылуы болып табылады. Ал омыртқаның қисаюын сколиоз дейміз. Неге ол бізге қауіпті? Себебі осы омыртқаның ортасынан өзегінен не өтеді? Жұлын өтеді. Енді жұлынның мынау кесіндісіне назар аударыңдар. Жұлынның кесіндісінде назар аударсақ, біз нені көріп тұрмыз, балар? Біз мынау түбірлерді көріп тұрмыз. Көріп тұрсыңдар ғой? Мынау алдыңғы түбір, мынау артқы түбір. Артқы түбір. Көрдіңдер ғой? Сонда жұлыннан не шығады екен? Алдыңғы және артқы түбірлер шығады. Енді сонымен алдыңғы түбір не болды? Алдыңғы түбірде қандай нейрон болды? Қандай нейрондар болатын болды? Алдыңғы түбірде қозғалтқыш нейрондар, артқы түбірде сезімтал нейрондар орналасады. Түсінікті ғой, балалар? Бүгін біз нені өттік? Жұлынның құрылысын өттік. Сонымен жұлын ағзаттан, сұр заттан тұрады, орталық жүйке жүйесінің бөлімі болып табылады және
омыртқа жотасының өзегінде орналасады. Келесі сабақта біз жұлынның ары қарай жұлынды талдайтын боламыз. Осымен біздің бүгінгі жұлынмен танысу сабағымыз осымен бітті. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.